Тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде пайда болған жаңа қызметтің бірі санитарлық авиация. Биыл 12-ші жыл тұрақты жұмыс жасап келеді. Жыл сайын өмірі қыл үстінде тұрған мыңдаған адам оның қызметіне жүгінеді. Дәрігерлеріміз еліміз бойынша тіпті шетелге де шығып, ауыр науқастарға көмек көрсетіп, медициналық орталықтарға жеткізеді. Ердәулет Ыбырайұлы жалғастырады. Ұшқыр топ. Санитарлық авиация дәрігерлерін осылай атайды. Орталыққа тәулігіне 3-тен 15-ке дейін шақырту түседі. Оған шығар алдында тиісті дәрі-дәрмек пен құрал жабдық қамдалады. Себебі науқас ұшаққа кірген сәттен бастап осы мамандардың жауапкершілігінде болады. Әуе кемесінде келе жатқанда да қандай да бір асқынулар болса, науқастың жағдайын тұрақтандырады. Медициналық сумкаларын алып көмектесе алады жол бойы. Ал енді осы қызметтің қалыптасу тарихына тоқталсақ, 1870 жылы Парижде жараланған сарбаздар алғаш рет әуе шарымен тасымалданыпты. Дәрігерлер сол арқылы оның тиімділігін түсінді. Уақыт өте бұл мақсатқа ұшақтар қолданылды. Санитарлық авиация Қазақстанда 2011 жылдан бері тұрақты негізде жұмыс жасауда. Сол кезде небәрі 219 адам тасымалданған. Кейін бұл сан еселеп өсті. Мәселен, тек биылдың өзінде 1900 ұшу орындалған. Әуе көліктерінің паркінде қазір 19 ұшақ, 13 тікұшақ бар. Әуе кемелерінің түріне қатысты айтар болсақ, ол Ан-2, Л-410 ұшағы, заманауи Пилатус, Як-40 тағы басқа. Тасымалдау кезінде ең алдымен ана мен балаларға басымдық беріледі. Қазақстанмен шектелмейміз, шетелге де шығамыз. Былтыр 15 елге бардық, биыл 7 мемлекеттен отандастарымызды жеткіздік. Бұл тізімде Корея, Түркияны айтпағанда шалғайда орналасқан ақш пен Вьетнам сияқты елдерде бар. Айта кетейік, санитарлық авиация барлық отандасымыз үшін тегін. Талап біреу, медициналық анықтамалар арқылы науқастың осы көмекке мұқтаж екендігін растау қажет. Бұл құжаттар емдеуші дәрігеріңіз арқылы өтінішке қоса жіберілуі тиіс. Аға дәрігер оның қандай қызмет керектігін анықтайды. Кеңес беру керек па? Ота жасау керек пе ол науқасқа, немесе тасымалдау. Аудан деңгейінен, бірақ ол жердегі біліктіліктері төмен болғандықтан мамандар немесе медициналық жабдықтардың жетіспеушілігінен Астана немесе Алматы қаласындағы республикалық клиникалық ауруханаға жеткізіледі. Ендігі жоспарымыз өзімізге қарасты көпбейінді аурухананы іске қосу. Ол жерде 24 бағытта жұмыс жасайтын мамандар құрамы жасақталады. Сол кезде науқастарды қазіргідей әртүрлі қалаға және ауруханаларға тасымалдамай, бірден сол жерге жеткіземіз. Мамандардың сөзінше, өмірі қыл үстінде тұрған науқастарды құтқару мүмкіндігі осы арқылы арта түседі. Орталық 12 операциялық бөлме және заманауи құралдармен жабдықталады. Жоспар бойынша аталмыш ғимарат осы жылдың соңына дейін пайдалануға берілуі тиіс. Ердәулет Ыбырайұлы, Аманжол Байғазин, Хабар.